Сіздермен достар, бүгін біз қазақ тіл пәнінен 10-ші тапсырманы орындайтын боламыз. Біз бұл жерде көп нүктенің орнына сөздерді қойып жазуымыз керек. 10-ші тапсырма. Көшеден өтерде әуелі сол сөзін жазамыз, жағыңа қара. Сол жағыңа, көшенің орта тұсына жеткенде оң жағыңа қара. Егер көлік келе жатса, өтіп кеткенше сол орныңда ақ жолақ сызығының тұсында күте тұр. 2. Аялдамада тұрған автомобиль, автобус, троллейбустың арт жағынан айналып өт. Сонда сен келе жатқан мәшинені дер кезінде көресің. Тротуармен келе жатып, қақпадан көрінген мәшинені байқасаң, сақтанып, ол мәшинені өткізіп жіберуің керек. 4. Көшеде тоқтап тұрған мәшиненің қасынан абайлап өт. Мәшиненің есігін ашып қалу мүмкін. 5. Жол үстінде ойнама, доп теппе. Жер тайғақ болса, мұз үстінде абайлап жүр, немесе мұзда абайлап жүр. Егер лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.